турган шығыстағы қырандар, отан үшін әрқашанда орандар. Аягөзде, Үшаралда, Семейде кірпік қақпай күзетте тұр ұландар. Алға шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Алға шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Ата жұрттың тыныштығын қорғаған, бейбіт заман мәңгілікке орнаған. Күш қайрат пен ар намыстан жаралған, шығыста тұр алмас қылыш қайралған. Алға шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Алға шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Алға шығысымның жігіттері айбатты, жаса мәңгілік ел қорғандары қайратты. Алға ел қорғаған сарбаздары шығыстың, жаса егемен ел бұзылмасын тыныш күн. Алға! Номер 15 орта мектептің 5-В сынып оқушысы Надырхан Айша Рүстемқызымын. Менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері Ерденбеков Ізбасар Диқанұлы 1925 жылы туылған. Гвардия сержанты 120 мм ататын зеңбірекшілердің командирі болған. 1945 жылы 8 мамырда Берлинға кірген. Оның ерлігі үшін, Кенигсбергенді алғаны үшін, Германияны жеңгені үшін медальдармен марапатталған. Мен ол кісіні мақтан тұтамын. Ол кісінің есімі ел есінде, ерлігіне тағзым етеміз.